Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тез дайын болатын жаппасай тағамын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін ең алдымен етімізді осылай ұсақтап көбіктеп турап аламыз. Пияз бен сәбізді де дәл осылай тураймыз. Келесі кезекте картоп қосуды ұмытпаймыз. Картопты да дәл солай төрт бұрышты етіп тураймыз. Енді қызып тұрған табамызға ең алдымен майымызды құямыз, және де май қызған соң ұсақтап туралған етімізді салып қуыратын боламыз. Етіміздің бетін жауып, орташа отта қызарғанша шамамен 10-15 минуттай қуырып аламыз. Қуырылып жатқан етімізді осылай араластырып тұрамыз, асты жабысып қалмас үшін. Келесі кезекте пиязымызды қосып, тағы да қуырамыз. Етіміз бен пиязымыз қуырылып жатыр. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка қоссаңыздар болады. Енді сәбізімізді қосып, оны да қуыратын боламыз. Сәбізіміз қуырылғанша енді қамырын дайындайтын боламыз. Ең алдымен суға тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызға міндетті түрде жұмыртқа қосып илейтін боламыз. Сонда біздің қамырымыз езілмей әдемі болып пісіп шығады. Қамырымызды илеп жатқан кезде суымызды осылай аз-аздан құйып илейміз. Бізде қатты қамыр пайда болуы керек, еттің қамыры сияқты болуы қажет. Енді келесі кезекте томатымызды қосып, шамамен 3-4 минут көлемінде тағы да қуыратын боламыз. Сонда біздің томаттың қышқыл дәмі шықпайтын болады. Келесі кезекте картопымызды қосамыз. Картопымызды да дәл осылай көбіктеп турайтын боламыз. Және де шамамен 5-10 минут қуырып аламыз. Қуырылған картоптың үстіне суымызды құямыз. Суды өте көп мөлшерде құюдың қажеті жоқ. Осылай кішкене бетінен асса жеткілікті. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды еттің қамыры сияқты етіп, жұп-жұқа етіп жаямыз. Жайып болған соң бетіне май жағып, төрт бұрышты етіп кесіп шығамыз. Міне біз қамырымызды жайып, осылай төрт бұрышты етіп кесіп алдық. Енді бетіне осылай салып шығатын боламыз. Қамырымыздың бетіне май жаққандықтан еш жері жабыспайды. Піскен кезде ешқандай жабыспай, оңай алынатын болады. Барлық қамырымызды осылай қойып шығамыз, және де бетін жауып 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Осымен біздің жаппасай тағамымыз дайын болды. Өте дәмді және де тез дайын болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.